Қазақстан кең байтақ, табиғаты көркемел. Біздің жерімізде өзендер де, таулар да, әсем көлдер де көп. Көлдер табиғаттың ғажайып сыйы, оларға қарап отырсаң, тыныштық пен қуаныш сезіледі. Мынау Балқаш көлі. Бұл көлдің бір бөлігі тұщы, ал екінші бөлігі ащы. Суы күн сәулесінде көгілдір және алтын түске ериді, жағалауда жеңіл толқындар соғылады. Мұндай ерекше көл әлемде сирек кездеседі. Ал мынау Алакөл, оның суы мөлдір, жағалауы тас топырақпен көмкерілген. Көл жағасында құстар мекендейді. Пеликан мен шағалалар ұшып жүр. Су толқындары жеңіл қозғалып, желмен бірге қамыс тербеледі. Алакөлдің табиғаты тыныштық пен қуаныш сыйлайды. Бұл Зайсан көлі. Суы таза, айналасындағы таулар мен бұлттарды айнадай бейнелейді. Көлде кейде кішкентай қайықтар жүзіп, балықшылар балық аулайды. Табиғаты ерекше, тынық атмосферасы бар. Мынау Марқакөл, таудың ортасында орналасқан, су мөлдір, айнадай көрінеді. Қоршаған орман мен таулар табиғатты әсем етеді. Су бетінде құстар жүзіп, жеңіл толқындар пайда болады. Көлдер адамдарға қуаныш сыйлайтын табиғат байлығы. Балалар көлде ойнап тас лақтырады, құстар мен балықтарды тамашалайды. Қазақстан көлдері ел мақтанышы, табиғат көркі, халық қазынасы. Табиғатты таза ұстайық, қорғайық және оған сый көрсетейік. Балалар, бүгін біз Өтебай Тұрманжановтың шығармаларымен танысамыз. Ол 1905 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Бөген ауданында өмірге келген. Ақынның 50-ге тарта кітабы жарық көрген. Оның шығармалары негізінен балаларға арналған.